Ислам ғылымдарының бірі қадірлі ғылым тасауф, жанды тазарту, тәрбиелеумен сыртқы және ішкі мінез құлықты қалыптастыратын қадірлі ғылым шын мәнінде исламның 3/1 бөлігі болып саналады. Бірақ заманымыздағы кейбіреулер тасауф дегенді бидғат ғылым және ырыммен, сиқыршылықпен байланысты бір нәрсе деп есептейді, және бұл қадірлі білімге қарсы дұшпандық болып саналады. Сопылықтың мәнін қорғай отырып, осы қате түсініктен, барлық бидғатпен алдаудан және өтіріктен сақтану керек. Өйткені тасауф қадірлі ғылым, біз атап өткендей, исламның тірегі және 3/1. Біріншіден, тасауфтың мәні мен тасауфпен байланысты мәселелер мен тармақтар арасында айырмашылық бар. Тасауф, шариғат нұрларымен, әдебімен ішкі және сыртқы болмысты тазарту туралы ғылым. Содан кейін фих ғылымының тармақтары секілді тармақтар мен мәселелер тарамдалады. Солардың ішінде медеттелеу, тауассул, кесенелерді зиярат ету, қабірлер орналасқан мешіттерде намаз оқу, сүннетте келген немесе сүннет пен шариғаттан туындайтын зікірді жиі айту, нақты сандармен зікір ету сияқты тағы да басқа көптеген мәселелер бар. منها الذكر بأعداد معينة، منها أمثال هذه المسائل. فهذه مسائل وفروع تتعلق بالتصوف، لكن الإشكال الكبير алайда шектен шыққан кейбір топтар тасауфты айыптап, бұл мәселелерді қате түсініп, асыра сілтеп, мұсылмандарды көп құдайшылықпен, көпірлікте, дұшпандықпен айыптайды. ولكي نقف وقفة عند قضية الاستغاثة. الاستغاثة Медеттілеу мәселесі тоқталып өтсек, оның өзіндік түсінігі мен мәні бар. Адам құдіретті, жаратушы, жасаушы, әсер етуші, әрі қалаған беретін, тосатын, емдейтін, науқас ететін, өмірді де, өлімді де беретін құдіретті Алла тағала ғана екеніне нық, толық, сенімді, шынайы және үзілді кесілді түрде сенеді. Егер жүрек осы мағынаға, таухид ақиқатына толы болса, жүрек осы ақиқаттарға толы болғанға дейін адамның ізгілерге қарата медеттілеуінің еш айыбы жоқ. Бұл жерде көзделген мағына өзіне ізгілердің Аллаға дұға етуі және ол үшін қолдау тілеуі болып табылады. والمعنى المطلوب هنا أنه يطلب منهم التوجه إلى الله بالدعاء له والاستمداد من الله له. Демек, медет сұраудың ақиқаты өлі немесе тірі жандардан Аллаға шынайы құлдығымен және құзырында қабыл болған нәрселермен біз үшін дұға етуі болып саналады. Өйткені олар тақуалықта берік әрі дұғалары қабыл болуға жақын болғандар. Бұл ұғыммен медеттелеуді қарастырған кезде біз шын мәнінде бұл қолдаумен желеп жебеу және көмек сұраудан басқа ештеңе емес екенін көреміз. Мен үшін Аллаға жүгініп дұға ету мағынасында қолдау сұрау осы медеттелеудің көрінісі болып саналады. Сол сияқты пайғамбарымыз Мұхаммедтен болған Алланың салауаты мен сәлем болсын, немесе дүниеден өткен әулиелер мен ізгілерден сұрау да жатады. Алайда өлілері естейтіндігі және Құдайға құлдықпен, кемел тақуалығымен жүгінетіндігінде ешқандай дау жоқ. Ендеше қолдау сұрау таухид ақиқатын сақтай отырып және жүрек Алладан басқа жаратушы және ризық беруші жоқ деген таухид ақиқатына толы болып, содан кейін тіріне қайсы болған ізгілердің біріне Алладан өзі үшін дұға етуді сұрап жүгінуі болып саналады. Игі жандар, ізгілер, әулиелер, тақуалар дүниеден өткенде жерленген орны Рахманның періштелер түсетін қадірлі мекен екендігіне сенеміз. Арасында Раббымыз Алла деп, сосын шынайы болғандар оларға періштелер түсетті. Қорықпаңдар, қайғырмаңдар, сендерге уәде етілген жәннат арқылы қуанышқа бөленіңдер дейді Фуссилат сүресінде. Бұл Құран кәрім аяты бізге ізгілер, әулиелер, шыншылдар, тақуалардың қадірлі жағдайын ашып түсіндіреді. Сосын Алла тағала періштелері түсетіндігін және оны құшақ жая қарсы алатындығын баян етеді. Тақуалардың жерленген зираты дұға қабыл болатын қадірлі орындардың бірі. Жаңбыр жауғанда дұға қабыл болатын уақыт секілді. Бұл жаңбырдың әсер
етуші немесе адам жаңбырға сенеді, Алла тағалаға серік қосады дегенді білдірмейді. Бірақ жаңбыр жауған уақыт дұға қабыл болатын қадірлі уақыттардың бірі және тақуалар мен әулиелердің жерленген орны періштелер түсіп дұға қабыл болатын қадірлі және куәгер жерлердің бірінен саналады. Сол себепті ғалымдар имам әл-Хатиб әл-Бағдади, имам әл-Хафиз әз-Захаби және мұсылмандардың ұлы имамдары ізгілердің қабірлері дұға қабыл болатын орын екендігін бір ауыздан айтқан.